Р әріпін жазып үйренейік. Мұқият тыңда. Оның бас әріпі және кіші әріпі болады. Р әріпінің бас әріпі көлбеу сызық, ілгекше және қалпақшадан тұрады. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Төмен қарай түзу көлбеу сызық түсір. Астыңғы сызыққа жетпей, солға қарай астыңғы сызыққа тигізе, енді көлбеу сызықтың сол жағынан ала, оңға қарай доға тәрізді қалпақ кигіземіз. Р әріпінің кіші әріпі. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Төмен қарай астыңғы үлкен жолдың ортасына дейін түзу көлбеу сызық жүргіземіз. Енді оның басталған тұсынан сәл төмен қаламыңды қойып, жоғарғы сызыққа тигізе, доға жасап, астыңғы сызыққа тигізе, ілгек саламыз. Енді дәптеріңді ашып, менімен бірге Р әріпін жазуды үйрен.